Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 14-ші сабақ. Бүгінгі тақырып не үйрендім? Не үйрендім балалар? Өткен тақырыптарды еске аламыз. Бірінші бөлім. Осы бөлімнен оқыған мәтіндердің мына тақырыптарға сай келетіндерін ата дейді. Бұл жерде балалар таза ауа, алмастың ағашы, тамаша табиғат, гүлдер, табиғатқа қамқорлық мәтініне сай келеді екен. Екінші тапсырма түсініп оқы және жауап бер. Салыстыра сипаттап айтуға үйрен дейді балалар. Сен екі затты салыстырып айта аласың ба? Оқушылардың арасында мынандай талас болды. Біреуі екі затты салыстыру, олардың қандай ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар екенін білу деді. Екіншісі, екі затты салыстыру, олардың қайсысы үлкен, қайсысы кіші екенін білу деді. Ал үшіншісі, екі затты салыстыру дегеніміз олардағы бірдей белгілерді анықтау. Төртіншісі, екі затты салыстыру, олардағы бөлек белгілерді анықтау деді. Оқушылардың қайсысын айтқан дұрыс деп ойлайсың? Меніңше салыстыру, олардың ұқсастығы мен айырмашылығы, өлшемі, белгілері, ерекшелігі. Яғни барлығы дұрыс деп ойлаймын. Келесі үшінші тапсырма, суретке қарап оқыған шығарманы есіңе түсір. Қалай аталады? Авторлар жөнінде әңгімеле дейді. Суретте шегіртке мен құмырсқа деген мысал өлеңінің кейіпкерлері бейнеленген. Авторы орыс ақыны Иван Крылов. Ол ақын, мысалшы. Өлеңді аударған Абай Құнанбаев. Қазақ ақыны, аудармашы және филолог. Балалар, келесі төртінші тапсырмада екі шығарманы салыстыру, кестені толтыр дейді. Бұл жерде мәтін Ахмет Байтұрсынұлының оқуға шақыруымен Ілияс Жансүгіровтің күн шыққанда. Салыстыру құстардың таңғы тіршілігі туралы айтылған өлең жолдары, күн көзі суреттелген өлең жолдары мен таңғы тіршілік туралы суреттелген өлең жолдарын балалар салыстырып дәптерімізге жазып аламыз. Бесінші тапсырма, кластерді жалғастыр. Әр тақырыпқа сай келетін мәтіндерді орналастырып шығамыз балалар. Алтыншы тапсырма, бөлімдегі құстардың таңғы тіршілігі туралы айтылған шығармалар жұбын ата. Бұл Ахмет Байтұрсынұлы оқуға шақыру, Ілияс Жансүгіровтің күн шыққанда шығармалары дұрыс келеді екен балалар. Балалар, соңғы жетінші тапсырма, түсініп оқы. Оқыған шығармалардағы қай кейіпкерге осы өлеңді ақыл ретінде айтар едің, түсіндір дейді. Шыр-шыр еткен торғайды қорғамасаң болмайды. Кіп-кішкене торғайлар ағаштарды қорғайды. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды дейді. Бұл өлеңді Бердібек Соқпақбаевтың Қамқорлық шығармасындағы кейіпкер Жантасқа айтар едім. Өйткені Жантас құстарды атып оларды жарақаттады. Балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.